білім құбылыстардың адами, әлеуметтік және мәдени мән-мағынасын білдіру үшін қолданылады. Адам өмірінің өзегі құндылықтары, ал басқа мақсаттар оған жеткізетін баспалдақтарға. Осы қағидаға сүйенсек, қоғамның жаңару кезіндегі жаңаша көзқарастарының бірі құндылық. Қазіргі замандағы ғылым мен білім, ақпараттық технология, техника қаншалықты қашықтап дамып отырған сайын адам бойындағы рухани адамгершілік қасиеттері соншалықты төмендеп бара жатқанын байқаймыз, иә? Күнделікті өмірде көріп отырмыз. Атап айтар болсақ, тастандылама, қарттар үйі, қатыгездік, табиғатты ластау, ағашты кесу, алдап соғу, арбау, жемқорлық, өлтіріп кету, өз-өзіне қол салу, тағы басқалар жатады. Адамзаттың ең асылы адам деп қарайтын болсақ, онда адамның азғындауына не себеп? Әлде заман кінәлі деген сұрақтар туындайды. Көпшілігі заманға қарай адамдарға ысырап қояды. Ал заманды құрайтын адам емес пе? Міне, сонда барлығы қайтадан адамға келіп, адамгершілік білмеген даусыз екен. Ал адамның жүрегіне нұр құятын, риясыз сүйіспеншілік, рухани бастауға жеткізетін ол ұстаз. Рухани адамгершілік білімнің негізі болып табылатын өзін-өзі тану. Жобасының авторы Сара Алпысқызы Назарбаева «Өмір әдебі» деген кітабында рухани кәусар бұлаққа барар жол іздеу әр адамның міндеті құндылықтарды оқыту арқылы ғана жетуге болатынын атап көрсетті. Балалар, бүгін ертең сабақ, қазір өз ойларыңызбен әлемнің 7 келбетін жазып шығасыздар. Мінекей, ақпарақ 10 минут уақыт беремін. Айжан, саған не болды? Тізімді толтыра алмадың ба? Жоқ апай, мен толтыру емес, мына тізімге сыйдыра алмай отырмын. Сенің ойыңша әлемде кереметтің саны 7-ден көп пе? Иә апай, әлемдегі кереметтің көптігі сонша, мына тізімге сыйдыру мүмкін емес. Жақсы, сен онда өз жазғандарыңды айтып көр, біз тыңдайық. Әлемдегі ең бірінші керемет ол көру. Мен күн сайын анамды, әкемді, мына әлемді көріп оянамын. Сондықтан Мысыр пирамидалар менің көруімсіз еш күні болмас еді. Ендеше көру ең бірінші керемет деп ойлаймын. Ал екінші керемет есту. Мен сіздің әрбір тәліміңізді естіп отырамын. Сол арқылы болашақ өміріме сабақ алудамын. Мен сізді жақсы көремін. Себебі сіздің теңдессіз ақыл-кеңестеріңізді естимін. Сізге көп рахмет. Менің ойымша, үшінші керемет ол түйсіну. Егер түйсіну болмаса, біз ғажайыптарды көре ести тұра бағасына жете алмас едік. Төртінші, дәмін көру. Асы дәмнің арқауы. Біз жақсы көретін тамақтардың дәмін сезінген кезде өзімізді бақытты сезінеміз. Ал егер тамақтардың дәмін сезіне алмасақ, өмірімізде мән-мағына болмас еді. Электр тоғынан заряд алатын құрылғылардан айырмамыз болмас еді. Бесінші, керемет сезіну. Біз сезіну арқылы әрекеттер жасаймыз. Жақсылықтың маңызын сезінеміз, жамандықтың кесірін сезінеміз. Сезіне білу теңдессіз нығмет. Алтыншы керемет күлу. Адамдардың басқа жаратылыстарда айрықша ететін сезімдердің бірі күлу. Біз күле жүріп өмір сүреміз. Біз күлу арқылы жақындарымызға бақыт сыйлаймыз. Күлу өмірді безендіреді. Ал жетінші керемет сүю. Махаббатсыз өмір бос. Аллаға, пайғамбарға, ата-анаға, адамдарға, табиғат пен жан-жануарға деген махаббат біздің адамдық мәртебемізді өсіре түсіреді. Махаббат барлығын жеңіп шығады. Сүю ең үлкен мотивация. Құндылық мәдениеттің құрамдас бөлігі. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Әдептілік белгісі, иіліп сәлем бергені.
жалғыз